Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте керемет соустың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл соусты жасап қыс мезгіліне сақтасаңыздар болады. Немесе әртүрлі тағамдармен дастарханға соус ретінде бірден ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады, иісі де аңқып тұрады. Сондықтан міндетті түрде сіздерге де банкаға жауып қыс мезгіліне сақтауға кеңес беремін. Соус үшін бізге 5 кг қызанақ, укроп, петрушка, сельдерейдің салмағы қосқанда 1 кг болуы қажет. 160 г қант, 60 г тұз, 200 мл күнбағыс майы, 5 ас қасық 9% уксус, 2 ас қасық кориандр, 2 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш, 150 г сарымсақ қажет. Алдымен қызанақтың барлығын жуып тазалап аламыз. Соус үшін кез келген қызанақтың түрі жарай береді. Езілген болсын, үлкен болсын, кіші болсын, барлығын қолдана берсеңіздер болады. Қызанақты мясорубкадан өтетін болғандықтан оны ыңғайлы етіп майда бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Қызанақтың барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Мясорубканың ең кішкентай етіп өтетін басын қолданамыз. Бөлегі тысқа сарымсақты да мясорубкадан өткізіп аламыз. Мясорубкада өткізіп алған қызанақты газға қойып қайнатамыз. Келесі кезекте сельдерейді шамамен 1 см етіп тураймыз. Бұл соусқа негізінен укроп, петрушка секілді шөптің кез келген түрін қолдансаңыз болады, бірақ міндетті түрде сельдерейді қолданыңыздар. Бұл соустағы сельдерейдің орны ерекше. Укропты шамамен ұзындығын 1 см етіп кесеміз. Соусқа укроп, петрушка, сельдерейдің сабақтарының барлығын турап саламыз. Соусқа нағыз дәм беретін осы шөптердің сабақтары. Петрушканы да дәл осылай ұзындығын шамамен 1 см етіп кесіп даярлап аламыз. Бұл соусқа негізінен кинза секілді шөптің басқа түрлерінде қолдансаңыз болады. Қызанақ қайнаған уақытта оны жақсылап араластырамыз, бетіндегі көбігін алмаймыз. Қызанаққа дәмдеуіштерді қосамыз. Атап айтатын болсақ, қант, тұз, кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Қызанақты орташа отта 15 минут көлемінде қайнатамыз. 15 минут қайнаған қызанаққа сарымсақтың барлығын қосамыз және өсімдік майын қосып жақсылап араластырамыз. Даярлап қойған көк шөбіміздің барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Көк шөптің көп болғанынан қорықпаңыздар, себебі оны араластырған уақытта барлығы кішірейіп қалады. Барлығын жақсылап араластырамыз, содан соң 5-7 минут көлемінде қайнатамыз. 7 минуттан артық қайнатпаймыз, себебі бұл жерде көк шөбіміздің барлығы езіліп кетеді. Соусымыз дайын болып қалды. 7 минуттан соң оған 5 ас қасық 9% уксус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Газды өшіреміз. Осымен біздің соусымыз дайын. Енді оны банкаларға құямыз. Соусты алдын ала стерилизация жүргізген банкаларға құямыз. Мен стерилизацияны духовкада жүргіземін. Ал қақпағын шамамен 5 минут көлемінде суға салып қайнатамын. Банканың ішінде артық ауа қалмасы үшін соусты банкаға толтырып құямыз. Қақпақпен жақсылап жауып, бекітіп, оны төңкеріп, одеяломен немесе пледпен жақсылап орап қоямыз. Банканың барлығы толық суығанға дейін одеяломен оралып тұруы тиіс. Сонда банканың ішінде стерилизация өте жақсы жүріп, банкаңыз қысқы уақытқа дейін өте жақсы сақталады. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.